Оқушылар, балалар көңілдеріңіз қалай? Жақсы, ендеше бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы қазақ елі менің отаным. Тәрбие сағатымызды бірінші әнұранмен бастаймыз. Оқушылар, тәрбие сағатымызды бастамас бұрын сіздерді мен үш топқа бөліп аламын, арнайы генератор арқылы. Бірінші топқа Асхат Аделия, Ақшай ай қандай ай? Аттан ай сөзіміз қандай? Отаным алтын бесігім. Тәрбие сағатымыздың мақсаты отанның маңызын түсіне отырып, туған жерін, елін құрметтеуге. Оқушылар, отан ол сенің туған жерің, өскен отан, үйің, мектебің, достарыңмен отбасың. Отанды сүю, өз еліңді, өз тіліңді құрметтеу деген сөз. Әр адам өз отан мақтан тұтып, оны қорғауға, дамытуға. Оқушылар, отан дегенді қалай түсінесіздер? Отан дегеніміз біздің кішкентай кезімізден бері өсіп келе жатқан жеріміз, біз онымен мақтанамыз. Ой, жарайсың. Біздің елордамыз қай қалады? Айта қойсың. Жарайсыздар балалар. Оқушылар, бізді қазір топтық жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші топ ChatGPT платформасы арқылы менің отаным Қазақстан тақырыбында сіздер мультфильм құрастыратын боласыздар. Екінші топ менің отаным Қазақстан тақырыбында сурет салып, Оппен арт платформасы арқылы сол суретті жандандыратын. Оқушылар, сіздер Gemini платформасы арқылы менің отаным Қазақстан тақырыбында ертегі құрастыратын боласыздар. Оқушылар, барлығымыз қол бірге жұмыстанамыз. Топтық тапсырмамызды аяқтаймыз. Платформасы арқылы менің отаным Қазақстан атты ертегі шығардым. Кенет терезе алдында үлкен алтын қауіпсіздік храм. Біздің топқа берілген тапсырма анимация құрастыру. Біз осы анимацияны ChatGPT-дан сценарийларын сұрап алып, Оппен артқа көшіріп суретін салдық. Сосын біз осы суретті тірілттік. Ал біздің топтың тапсырмасы сурет салып, оны жандандыру. Біз пенсилден қолданбасымен суретімізді жандандырдық. Оқушылар, бүгінгі қауіпсіздік сабағымыздың видеосына мақалға қарайық. Қауіпсіздік роликтер. Бейтаныс адам. Оқушылар, жаңа видеороликте не болды біздерге? Бейтаныс бөлге адамдармен сөйлесуге болмайды. Дұрыс айтасыздар. Балалар, біз күн сайын мектеп ауласында, үй жанындағы ойын алаңында ойнаймыз. Бірақ ойын кезде өзімізге және басқаға зиян келтіріп алмау үшін белгілі қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе кері байланыс жасай қоямыз. Балалар, бүгін біз отан туралы әңгімелестік. Отан біздің туған жеріміз, туымыз, тіліміз, ата-бабамыздың аманаты. Қазақ елін сүю әрқайсымыздың жүрегімізде. Ендеше еліміздің ертеңі өзіміз, отанымызды өркендеуі үшін білімді, еңбекқор, патриот азамат болайық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.